Сәлем достар, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ләззат. Достар, бүгін біз өте жұмсақ, дәмді болып пісетін бауырсақ дайындайтын боламыз. Бұл бауырсақтың ерекшелігі құрамына сүт, су қосылмайтын болады. Достар, мені арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл бауырсағымызға судың орнына пепси қосылатын болады. Және де өте дәмді болып шығады. Ыдысымызға пепсиімізді құйып, оған қант пен тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң ашытқымызды салып, тағы да араластырамыз. Ашытқыны салғаннан кейін көпіріп, ерекше бір реакция болады. Одан соң бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң кезекпен сұйық май мен сары майымызды ертілген құямыз. Және де оны да араластырып, алдын ала електен өткізіліп қойған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Електен өткізілген ұн өте жақсы көтеріліп, дәмді болып пісетін болады. Осылайша ұнымызды кезекпен кезек салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз өте тез көтерілетін болады. Достар, мені арнамда сіздерге арналған өте қарапайым түрлі рецепттер бар. Мені арнамда жіберіп алмай, әр қашанда рецепттерді қарап тұрыңыздар. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді оны жұқа етіп жаямыз. Әркім өз талғамына қарай жаюға болады. Мен орташа жұқалықта жайған болатынмын. Осылайша мен бауырсағымды жүрек етіп кесіп алдым. Қызып тұрған табамызда тез-тез пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің бауырсақтарымыз қып-қызыл болып пісіп жатыр. Өте тез дайындалатын бауырсақтың түрі, сондықтан да сіздер де дайындап көріңіздер. Мінекей достар, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Балаларға өте жақсы болады. Балалар ұнатып, сүйсініп жейді. Сондықтан да сіздер де дайындап көріңіздер. Мені арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Мен сіздерді күтемін.